Саламатсыздар ма, құрметті курсанттар? Мен криминалистика кафедрасының оқытушысы, полиция майоры Данияр Әбілқасымұлы Жақудаев. Сіздердің назарларыңызға бухгалтерлік есеп және сот бухгалтерлік сараптамасының негіздері пәні бойынша сот бухгалтерлік сараптамасының негіздері тақырыптағы дәрісімді ұсынамын. Дәріс сұрақтары: бірінші сұрақ: сот бухгалтериясының қалыптасуы және дамуы, сот бухгалтериясының түсінігі, пәні, әдіснамасы және міндеттері. Екінші сұрақ: бухгалтерлік есептің қорғау функциялары. Үшінші сұрақ: сот бухгалтериясының басқа пәндермен байланысы. Сот бухгалтериясы дегеніміз экономикалық және құқықтық білімнің ғылым аралық интеграциясы нәтижесінде қалыптасқан және заң практикасының қажеттіліктеріне бейімделген арнайы кешенді экономикалық және құқықтық пән. Қалыптасудың негізгі кезеңдері. Бірінші кезең: сот бухгалтерлік сараптаманы және оның теориялық базасын дамытуға үлес қосқан Фортинский, Остроумов, Эйсман, Шадрин, Белуха және тағы басқалар. Екінші кезең: қылмыспен күресу үшін салалық экономикалық ғылымдар ережелерінің шығармашылық бейімделу нәтижесінде сот бухгалтерлік есеп теориясының одан әрі дамуына үлес қосқан Любкин, Атанасян, Танасевич, Остроумов, Кудрявцева, Смирнов, Целищев. Үшінші кезең: сот бухгалтериясы теориясының криминалистикадан бөлініп кетуі және оны дербес ғылыми бөлім саласындағы айналдыру. Давятников, Толкаченко және тағы басқалар үлес қосқан. Сот бухгалтериясының міндеттері. Білім алушыларда есепке алу ерекшеліктердің, оның ішінде салалық құқыққа қарсы іс-әрекеттерді жасау тәсілдерін таңдауға әсері туралы жеткілікті түсінік қалыптастыру және қылмыс белгілерінің ерекше көріністері ретінде құжаттық және есептік сәйкессіздіктердің пайда болуының типтік тетіктері және қылмыстарды іздеу, табу және тергеп-тексеру процесінде оларды пайдалану мүмкіндіктері туралы білімді қалыптастыру. Экономикалық тергеп-тексеру органының қызметкерлерінің, анықтау органының, тергеушінің және соттың қызметіндегі есептік құжаттармен жұмыс істеудің қарапайым әдістерін қолданудың практикалық дағдыларын қалыптастыру. Бақылау және есепке алу саласындағы білімі бар мамандарды тарту арқылы бухгалтерлік есеп құралдарын құқыққа қарсы пайдалану тәсілдерді және оларды ашу қағидаттары туралы ұсыныстар алу. Түгендеуді, құжаттамалық тексеруді, сот бухгалтерлік сараптаманы білікті дайындау, тағайындау және ұйымдастыру, олардың нәтижелерін жан-жақты бағалау және дәлелдеу процесінде тиімді пайдалану дағдыларын қалыптастыру. Сот бухгалтериясының пәні келесілер болып танылады. Сот бухгалтериясының пәні заң практикасында бухгалтерлік есептің қорғау функцияларын қолдану заңдылығы. Бухгалтерлік есептің қорғаныш функцияларын қолданудағы заңдылықтардың 4 топқа бөлуге болады. Бірінші: пәннің танымдық мәнін ашу. Екінші: құқыққа қарсы іс-әрекет жасау тетігін есеп салдарлық байланыстарынан және оның есепке алу процесінде көрінуіне туындайтын. Үшінші: арнайы оқшауланған және тек сот бухгалтериясындағы зерттелетін бухгалтерлік есептің жалпы қорғау функцияларын туындайды. Төртіншісі: экономикалық бағытта қылмыстарды қарсы күресте бухгалтерлік есептің қорғаныш функцияларын қолдану практикасына байланысты. Бухгалтерлік есептің қорғаныс функциялары екіге бөлінеді. Бірінші: алдын алу, яғни ескерту. Екіншісі: қорғау, іс қалыптасушы. Бірінші: алдын алу, ескерту функциясы шаруашылық жүргізуші субъектілерінің экономикалық қызметін алдын ала бақылау және заңсыз әрекеттерді жасау қиындықтары болып табылады. Екіншісі: қорғау, іс қалыптасушы функциясы қылмыс жасалғаннан кейін іске қосылады. Ол есепке алу жүйесінің қылмыс оқиғасымен өзара әрекеттесу нәтижесінде заңсыз әрекет туралы әртүрлі ақпарат іздерді көрсете алу қабілетімен қамтамасыз етіледі. Есепке алу құжаттарында құқыққа қарсы әрекетті пайда болған іздері сотқа дейінгі тергеп-тексеру органдарының іздестіру қызметі және дәлелдемелер жинау үшін елеулі мәнге ие. Бухгалтерлік есептің негізгі элементтері. Құжаттама. Бұл бухгалтерлік есептің кез келген шаруашылық операциясы құжаттар негізінде бухгалтерлік деректерге көрсетуді көздейтін бухгалтерлік есептің материалдық негізі. Екіншісі: бухгалтерлік есеп шоты. Бұл шаруашылық операцияларын ағымдағы тіркеу тәсілі.
Үшінші, баланс. Белгілі бір күнге шаруашылық құралдарды және олардың көздерінің жай-күйін мерзімді жалпылау және көрсету тәсілі. Үшінші, түгендеу. Шаруашылық құралдарының нақты жай-күйін есепке алу деректермен мерзімді салыстыру. Сот бухгалтериясының әдісі. Әдіс грек тіліне келгенде зерттеу. Құбылыстарды зерттеудің кез келген оқу пәні объектілердің зерттеуге деген көзқарасты анықтау, ғылыми танымның жоспарлы жолы және ақиқаты анықтау. Бухгалтерлік есеп әдісі бұл олардың көмегімен бухгалтерлік есеп пәні зерттелетін тәсілдер мен әдістерді жиынтығы деп атауға болады. Бухгалтерлік есеп әдісінің элементтері деп аталатын 8 тәсілдер мен әдістер бар. Олар: біріншісі құжаттау, екінші түгендеу, төртінші бухгалтерлік есеп, төртінші екі жақты жазу, бесіншісі бағалау, алтыншысы калькуляция, жетіншісі бухгалтерлік баланс, сегізінші қаржылық есептілікті жатқызуға болады. Сот бухгалтериясының басқа пәндермен байланысы. Заң және экономика. Заңға келетін болсақ, криминалистика, қаржылық құқық, қылмыстық процесс, жедел іздестіру қызметі, криминология, әкімшілік салық, кеден құқықтары, азаматтық циклдегі материалдық құқықтық пәндер, азаматтық кәсіпкерлік, коммерциялық құқықтық және басқалары, азаматтық циклдегі іс жүргізу пәндері, азаматтық төрелік процесс. Экономикалық пәндерге келетін болсақ, келесілерді жатқызуға болады: экономикалық теория, бухгалтерлік есебінің теориясы, тауартану, аудит, қаржы және статистика, экономикалық талдау, бухгалтерлік есептің халықаралық стандарттары, салалық есеп, ұйымды басқару, ұйымның экономикасы. Жаңа келесі бухгалтерлік баланстың құрамына келетін болсақ, ол екіге бөлінеді: активтер және пассивтер. Активте келесілерді жатқызуға болады: олар қысқа мерзімді активтер және ұзақ мерзімді активтер. Пассивтерге келесілерді жатқызуға болады: қысқа мерзімді міндеттемелер, ұзақ мерзімді міндеттемелер, капиталдар. Жалпы бухгалтерлік балансқа келетін болсақ, бұл латынша екі таразды табағы деген мағынаны білдіреді. Ол кәсіпорынның шаруашылық әрекеттері, құралдары мен мүлігі жалпы экономикалық жағдайына баға беру үшін жасалынады. Бүгінгі біздің дәрісімізге келетін болсақ, дәрісіміз аяқталды. Бүгінгі дәрісіміз бірінші бөлігі қысқаша да нұсқа қарастырып өттік. Келесі дәрісімізде екінші бөлігінде толығырақ қарастырылған сұрақтарды ашып өтетін боламыз. Назарларыңызға рахмет. Сау саламатты болыңыздар.